Қу түлкі мен қасқыр ертегісі. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Олар күн сайын балық аулап қарапайым тіршілік кешіпті. Бір күні шал балық аулауға барады. Балық мол түсіп, шал шанасын толтырып, мол олжамен үйіне қайтып келе жатады. Кенет жолдың ортасында қимылсыз жатқан түлкіні көреді. Ойпырмай, мына түлкіден әдемі жаға жасауға болады ғой, кемпірім қуанатын болды деп ойлайды. Шал түлкіні шанасына салып алып, жолын жалғастырады. Ал қу түлкі болса бір-бірлеп балықтарды шанадан лақтырып отырады. Балық таусылған соң өзі де секіріп түсіп қалады. Шал үйіне жетеді. «Әй, кемпір, сүйінші, саған қызыл түлкі әкелдім» дейді. Бірақ шанасына қараса, балық та жоқ, түлкі де жоқ. Шал қатты ұялып қалады. Ал қу түлкі болса балықтарды бір жерге жинап рақаттана жеп отырады. Осы кезде аш қасқыр келеді. «Түлкіжан, қарным ашып тұр, маған да берші» дейді. Түлкі қулығына басып: «Егер балық жегің келсе, өзенге бар да құйрығыңды суға малып отыр. Таң атқанда құйрығыңды тартсаң, балыққа тоясың» дейді. Аңқау қасқыр айтқанын істейді. Құйрығы мұзға қатып қалғанында сезбей таң атқанша отыра береді. Таң ата жылқышы келеді. Қасқыр қашпақ болады, бірақ қатып қалған құйрығы жібермейді. Сөйтіп қу түлкі тағы да айласын асырып кетеді. Ал бұл ертегі бізге бір нәрсені үйретеді. Ойланбай істеген іс опық жегізеді. Әр істі ақылмен жасаған дұрыс.